Жәнтекейдің 5-ші ұрпағы Базарқұл Есентайұлы мөлшермен 1700 жыл туылған ол Жоңғар мен Қазақ соғысының айтулы батыры атанған әйгілі адам. Базарқұл қандай қоғамдық ортада туып өсті, қалайша батыр атанды? Оның батырлығы тосын құбылыс па, әлде жаугершілік жағдайының ел үшін туған ерді екіге уландырып, намыспен суарып жеткізгендігінен бе? Бұл барысты білу үшін бірінші Базарқұлдың жастық шағына дүп келген қоғамдық тарихи жағдайға талдау жасауға, екіншіден сол тарихи кешулерде Базарқұлдың нендей ерлік кешірмелері болғандығына көз жіберуге тура келеді. 1723 жылы қазақ даласына әйгілі Ақмешін жұты жүрді. Сол жылы көктемде қазақ халқының жұттан туралап шыққан тыңшылар арқылы біліп отырған Жоңғар ханы 70 мың қолын 7 бағытқа бөліп қазаққа тұтқиыл шабуыл жасап, Алтай, Тарғыбатай, Леден қуғындап, сыр бойы Сарысу, Нұраға дейін Ақтабан, Шұбырынды, Алқакөл, Сұлама қылып, 3-тен 2-сін қырды. Тіпті қазақтың өз жауына қарсыласу қабілетін де жойды. Сол қырғыннан аман қалған қазақ ұлдары елінің басына түскен қырғын мен қорланған тағдырына кектеніп, аяқ асты етілген намыс жоқтаусыз табаланған елдігін танып, өзін өзі қадірлеу сенімін іздеді. Біз неге қорландық, неге аяқ асты етілдік, жазығымыз не, бізді осындай басынған кім деген сұрақтардың жауабын қайта ойнатады. Не осындай кекке уланып оянған алғашқы лектің ішіндегі ең басты ұлдардың бірі осы Базарқұл болады. Базарқұл ол кезде 24 жастарға келіп қалған. Ақтабан, Шұбырындыдан кейін қазақтың қан қара бай батырлары ел болудың жалғыз жолы күш біріктіру екеніне көз жеткізді. Бір кемелге тізілген беріп ашынып атқа қонып, ақырып жауға аттануға бас қосады. Соның нәтижесінде 1726-1730 жылға дейін 300-дің ішінен тіленіп шыққан жауынгерлердің күшімен жоңғарларға есінен тандыра бірнеше дүркін соққы беріледі. Сондағы қазақтың қазақ екендігін әйгілеген шайқастар Бұланты, Білеуіт өзендерінің бойындағы Қарасиде алабындағы Аңғырақай даласындағы соғыстар болатын. Осынау сыны мол кезең 1730 жылдарда тарих сахнасына Абылайдан 1711-1781 жыл ерлігімен танылып, парасатымен мойындалып шықты. 1739 жылы Әбілмәмбет өз еркімен хан тағынан түсіп, Жаспай көлінің жағасында Ақкигіздің шетін ұстап Абылайды, Әбілмәнсүрді хан көтерді. Жоғарыдағы тарихи кезең Базарқұлдың 29 жас мөлшерінде дейінгі Абақкере елінің басына түскен тауқыметті кезеңдер мен қазақтың жауларына жайрата соққы берген жеңістен таныған кезі болатын.